Анатолий Некрасов. Ана махаббаты. Өткенді және болашақты қалай өзгерте аламыз? Әуелі сөз болған баршаға белгілі тәмсіл. Бәрі ойға келіп тіреледі. Ендеше ой жүйесінің жәрдемімен көп мәселені, соның ішінде кемелдік қасиеттерін дамыту жайын шешуге болады. Медитация жаттығуларын меңгеріп, кеңірек пайдаланыңыз. Бұл ой сананы өзгертудің тиімді құралы. Медитацияның ішкі менімен өзара әрекеттесуі әлде бір жас шамасында қандай мәселелер шешілмей қалғанын көрсетеді. Мұндай ақпаратты алғаннан кейін медитацияның нақ өзінде де, шынайы өмірде де оларды шеше бастауға болады. Сәбилік және жасөспірім шақтың кейбір шешілмеген проблемалары біздерге балаларымыз бен немерелеріміз арқылы келеді. Мұқият зер салып, өзіңіздің кішкентай ұстаздарыңыздан үйреніңіздер. Балалар біздің мұғалімдеріміз деп бекер айтпайды. Ішкі меніңіздің үйлесімді қарым-қатынасын орнату, өзіңізге сүйіспеншілік білдіріп, өзіңді сүйе біл міндетін орындау ғой. Бұл жерде мынау жазмышта бәрі қатар, бір мезетте өмір сүретінін еске алып, мүмкіндігінше жете ұғыну керек. Сіздің балалық шағыңыз да осында және қазір бар. Осыған неғұрлым шынайы, беріле сеніп, болмыстың бір мезеттігіне күмән келтірсеңіз, сәби шағыңызбен өзара әрекеттесу амалыңыз да тиімді болады. Мұндай медитациялық кездесулерді жасөспірім және жастық шағыңызбен де өткізе аласыз. Психологтар адамның тағы бір менін анықтады. Ол балалық және жастық кезіндегі шешілмеген проблемалардың негізінде қалыптасады. Осы жиынтық менді балғын ересек деп атады. Сөздердің кереғар, қарама-қайшы тіркесімінің өзі ақ проблеманың мәнісін бейнелеп тұр. Ересек адам өзінің жас шамасына еш сәйкес келмейтін қылық жасауы мүмкін. Тіпті ұзақ уақыт бойы, кейде өмірінің ақырына шейін, балғын ересек күйінде қалып қоятындар, яғни ересек өмірге қайтсе де, түбегейлі түрде өте алмайтындар өте жиі ұшырасады. Бұл өзіне және төңірегіндегілерге біраз қолайсыздықтар туындатады. Сәби шақты, жеткіншектік және жасөспірімдік кезеңдерді жөнге келтіріп, өз өмірінен балғын ересекті шығарып тастауға болады. Бірақ кейде осы менімен арнаулы өзара әрекет жасау талап етіледі. Тағы да қайталап айтамын. Балғын ересектің өмірі өзіңіздікімен қоса қабат жүруі мүмкін екендігін ескере отырып, өзіңіздің балғын ересегіңізбен араласып құраласып, оның шынайы өмірге шығуына жәрдемдесіңіз. Осы тарауда айтылғандардың бәрін ұғынып, тиісті медитациялар жасау, мынау тірлікте қордаланып қалған көп мәселенің шешімін тауып, екінші кемелдік кезеңіне үлкен даналықпен келуге, әрі мәселелердің жаңа шоғырын шешуге даяр тұруға мұрсат береді. Аға буын өкілдері көбінесе жастар көп қателік жібереді. Үлкен кісілерді тыңдамайды. Олардың пікірлерін құрметтемейді дегенді тілге тиек етеді. Бірақ өткерген жылдарымен емес, атқарған істерімен, өмір сүру салтымен құрмет беделге ие болу керек қой. Аға ұрпақ буыны несімен мақтан алады сонда? Соғыста жеңіске жетіп, басым бөлігі әскери тапсырыстарға жұмыс істеген зауыттар мен фабрикаларды қаптата салғанымен бе? Шикізаттық ресурстарды жасақтағанымен бе? Бұл құрмет тұтуға лайық еңбек пе? Олар заңды түрде басқаша сұрақ қояды. Сіздер елді өзінің ресурсы бойынша лайықты молшылық деңгейіне көтере алдыңыздар ма? Сіздер ұрпақтарыңызға экологиялық жағынан сау-саламат кеңістік қалдырдыңыздар ма? Өздеріңіз бақытты өмір сүрдіңіздер ме? Мықты отбасын құра алдыңыздар ма?
Денсаулықтарыңыз мықты, қарттық шақтарыңыз қамсыз ба? Өмір жолыңыз сүйіспеншілікке толы ма? Ағайын туыспен арақатынасыңыз жақсы ма? Сіз әлемді шарлай саяхат шегіп, осы жасыңызға шейін не бір әдемі де тартымды жерлерді көре алдыңыз ба? Сіз жанкешті, ерен еңбегіңіздің жайлы әрі сайлы тірлігіңіздің арқасында бақытты да алаңсыз тұрмыс кешуге қажетті игіліктердің бәрін иеленген шығарсыз. Міне, аға буын жауап беруге қиналатын сұрақтар осылар. Ал алға тартылған сауалдарға нақты түрде қайтарылған жағымды жауаптар жастарды да аға буын пікірлеріне құлақ асып, ақыл кеңестерін қабыл алуға және қателікті аз жасауға жетелер еді ғой. Бірақ ештен кеш жақсы. Мақсатсыз өткізген жылдар жанды қинап, жүректі сыздатпас үшін қазірдің өзінде олқылықтардың орнын толтыруға, осылайша балалар мен немерелер тарапынан әлі де ілтипат пен сүйіспеншілікке бөленуге болады. Қай заманда да аға ұрпақ буынының басты міндеттерінің бірі тәлім-тәрбие беріп, салт-дәстүрді сіңіру. Бірақ қатып қалған қасандарын емес, дамып жетілген, соны идеяларды дарыту еді. Ал бұл үшін олардың өздері үнемі даму үстінде бір адым алда жүруге тиіс. Алайда өзінің тәлім-тәжірибесі мен ілім-білімін тықпалай бермей, өмір жолын таңдау еркіндігін беруі керек. Әр тұлғаның толық бостандығы дегеніміз табиғи, рухани дамудың нақ өзі. Бұл қағиданы аға буын өкілдерінің ұға қоюы қиындау. Өйткені тоталитарлық мемлекет алқауында туып өсті. Онда ерік-жігер, жасампаздықтың басты құралдарының бірі саналды. Сол кезде бақытқа қарай сап түзеп, шеру құрып шықты. Сондықтан олар көбінесе балаларын да өз жолдарымен күштеп жүргізгісі келеді. Тәлім-тәжірибені, ілім-білім мен салт-дәстүрді қысым көрсетпей-ақ, жеңіл әрі ойнақы түрде беруге болады. Астарлай, тәмсілде айтуды үйрену керек. Білім мен тәжірибе дарытудың осынау тәсілі ақылды, дана адамның арсеналына ауадай қажет. Қазіргі кезде балаларды көп жағдайда керек емес адамдардың тәрбиелеуі белең алып барады. Негізінен ата-аналары тәрбиелейді. Ал бұл шындығында үйлесімді тұлға тәрбиелей алатын жандар емес. Лайықтылары сирек ұшырасады. Бала дүниеге келген кезде оның ата-анасы әдетте жас, тіпті кейде өте көкөрім болады. Олардың өздері ес жиып, етек жауып дегендей, нағыз естияр, пісіп жетілген деңгейге жете қойған жоқ. Көпшілігі психикалық тұрғыдан әлі туып үлгермеген. Ал бала тәрбиелеу үшін психиканың сау-саламат болуы маңызды шарт. Ата-ана атанғанымен, олар өмірден өз орындарын тауып, мүмкіндіктерін жүзеге асыра алған жоқ. Әлі күнге шейін әке-шешенің ықпалында жүр. Өз өмірлерінің және жалпы өмірдің мән-мағынасын түсініп үлгерген емес. Ал енді өздері келесі ұрпақ буынын тәрбиелеуі керек. Нағыз қарама қайшылық. Бір данышпан, егер балалар жақсы ата-анаға тап келсе, онда олар өздерінің тәрбиесімен аз ғана зардап шектіреді деген екен. Алайда көбінесе тап келмейді. Иә, Құдайға шүкір, балалар өмір ағымында мұндай тәрбие зардаптарынан құтыла алады. Бірақ ол оңай шаруа емес. Ал енді өз балаларын тәрбиелеулері керек. Міне солай тегершік айналып кете береді. Дегенмен адамдар кейде мына өмірден тәжірибе жинақтап даналыққа жетеді. Шынайы рухани тұлғаға айналады. Бірақ бұл тек егде жаста. Өздері енді ата-ана бола алмайтын кезде болады. Ендеше сіз де тығырықтан жол қайда екенін аңғара бастаған шығарсыз деп ойлаймын. Жоғары дамыған өркениетті елдерде жастар туады да, балаларды егде буын тәрбиелейді. Және де бұл олардың басты міндеті. Біреулерінде күш-қуат, балғын, сау-саламаттан. Ал келесілерінде дамыған ой-сана, даналық
тәжірибе, имандылық бар. Аға ұрпақ буыны ақиқат пен өмірді, ненің жақсы, ненің жаман екенін шын мәнінде шыншылдық, адалдық, ұждандылық, достық, махаббат деген сөздер нендей мағына беретінін біледі. Ал енді мұнда үйлесімді үндестік адамзат қауымын тоғышарлық тығырығынан аман алып шығуға мүмкіндік береді. Тап осындай жолмен өте көп мәселелер, соның ішінде бір-біріне қарама-қайшы жағдаяттар да шешімін табады. Мысалы, жастар бір-бірін сүйеді. Бірақ өздері бала тәрбиелей алмайтындарын айқын білгендіктен, олар үйлене алмайды. Қоғам бірлесе тұрмыс құруға әлде бір жас шамасының цензін белгілейді. Бірақ мұның бәрі жасанды, жартыкеш шаралар. Адамдардың бәрін бір қалыпқа салып, егіздің сынарындай қылып қою әсте мүмкін емес. Басқа бір жайт жыныстық қарым-қатынастар. Жастар тәрбиелеу тегеурінінен азат, еркін болса, жарасымды қарым-қатынастар орнатып, сындарлы дамытуға арналған уақытты толық күйінде пайдалана алады. Ал балалардың дүниеге келуі көп жағдайда нақ осы жыныстық қарым-қатынастарға кері әсер етіп, соның салдары біраз зардап шектіреді. Бірақ оқиғалардың оңтайлы әдіппен өрбуі үшін екі маңызды шартты орындау керек. Біріншісі, егде жастағы ата-ана интеллекті жағынан мейлінше дамыған, мейірімді әрі шыдамды, психикасы сау саламат, эволюциялық дүниетанымға ие кісілер болуға тиіс. Ал екіншісі, бәрі бір кеңістікте өмір сүруге тиіс. Балаларды ата-анадан алшақтату дұрыс емес. Бірінші шарт орындалған кезде бұған мүмкіндік бар. Бірнеше ұрпақ буынының бірге тұру мәселесіне кезіккен адам мұның оңай еместігін түсінеді. Ал сонда бұдан шығар жол қайда? Жол бар әрине. Қазір барлық сауалдың жауабы табылатын мезгіл. Жер бетін ілімдер жайлады. Содан Анастасия бейнесінде болашақтан хабар ошар келіп, бірнеше ұрпақ буынының жарасымдылықпен бірлесе өмір сүруіне жеткізетін сондай жол ұсынды. Осы жол әулеттік қара шаңырақ ата қоныс арқылы өтеді. Таңғаларлықтай қарапайым әрі тиімді жол. Сөзімді қорыта келе, Нил Уолштың «Құдаймен әңгіме» кітабынан үзінді келтірейін. Онда Құдай тағала: «Сіз қарияларды өзіңізден жай алшақтатып қойған жоқсыз. Сіз оларды итеріп жібердіңіз, оқшаулап тастадыңыз. Олардан билікті тартып алдыңыз. Тіпті мансұқ қылдыңыз. Сіздің қоғамдағы кейбір кісілер аға буын өкілдерін аластап мансұқтайды. Жастар өздерінің табысының қомақты бөлігін төлеуге мәжбүр болатын жеңілдіктерді талап етіп, жиенің жүйкесін жын ететін масылдар ретінде мінейді. Ал егер қарияларыңыз қоғам тірлігіне үлестерін қоспай отырса, бір ғана себебі бар. Сіз өзіңіз оларға мүмкіндік бермей келесіз. Сіз ешқандай пайдасы тимейтін кезде зейнетке кетуін талап етесіз де, оларды қоғамдық оқиғаларға қандай да бір мән мағына дарыта алатын шақта қатардан шығарып, санаттан сызып тастайсыз. Мұның тек бала тәрбиесіне ғана емес, сондай-ақ саясатқа, экономикаға да, қарттардың ең соңғы тірек нүктесіндей діни салаға да тікелей қатысы бар. Жоғары дамыған мәдениеттерде қариялар жастармен қаз-қатар өмір сүреді. Оларды қоғам шартағының сыртына шығарып тастамайды. Оларды елемей, ескермей, қалған өмірін жападан жалғыз өткізетіндей жағдайда қалдырмайды. Оларды мейірбанды, жанашыр, әрі белсенді қауымның қайталанбас қасиеттерге ие қадірменді бөлігі ретінде құрмет тұтып ардақтайды. Олар да соған сәйкес келеді дейді. Осы айтылғандардың ойы алғыр, сезімі сергек жан көптеген ой түйеді. Ал мен екі ой қорытындысын ерекшелей айтар едім. Біріншісі, аға ұрпақ буыны отбасының, қоғамның алтын қоры. Екіншісі, шын мәнінде алтын қор болу үшін өмірден үйрену керек. Үйрену
және үйрену керек. Осы жолмен аяндап келе жатып, бұрынғы кезде, соның ішінде шамадан артық ата-ана махаббатынан туындаған проблемалардың бәрін жөнге келтіруге болады. Бірінші және екінші кемелдік кезең міндеттерін орындау, шынайы құндылықтардың жүйесін қалыптастырып, өз тірлігіне, балалардың өміріне деннің саулығын, сүйіспеншілік, шаттық пен бақыт сезімдерін дарытады.